бен жігіт таныстықта жігіт басқа қызбен видеоға түсуі стрёмно емес. То есть норм деген ғой. Неге норм? Неге стрёмно? Просто видеоға түсу ғой. Айтып қойса ше. Кімге? Қызға. Не деп? Айтып қойса норм. Сіз айтқан жоқсыз. Ну ладно. Кейін айттыңыз, болғаннан кейін съемка. Стрёмно. Мысалы қыз бен жігіт сөйлесіп жүріп, біздің қыз мысалы, например, да, просто бір мекке жаққа кетіп қалса, и сол жерде басқа жігіттермен суретке түскені, сол норм ба, стрёмно? Конечно, норм. Стрёмно. Норм ғой? Стрёмно. Ештеңке істемейді, просто суретке түседі. Обязательно біреулер істеу керек па не? Просто түспей қойса болады ғой, оны обязательно бүйтіп афишировать етіп. Бір рет түскен жоқпыз еще. Бірнеше рет түстік біз. Сіздер сияқты емес, беттен түсетін. Эфирде отырып, бір кісімен ұрсып алып, ол адаммен видеоға түсу. Норм. Стрём сияқты, бір ұрысқаннан кейін адам вообще араласпау керек қой. Біріншіден қарындас, стрём емес, стрёмно. Екіншіден ол норм. Енді это же просто работа. Ағатай өзім білем қалай айтсам да. Мысалы, жігіт пен қыздың арасында таныстық тоқтап, мысалы, жігіт или қыз кішкене настроениесі болмай, жаңбыр жауған кезде жаңбырдың астына барып жылаған. Норм ба, стрёмно. Тоқтағаннан кейін ба? Какая разница, жылаған деп жатырмын ғой именно. Нормально. Стрёмно. Басқа біреу көріп қалса ше. Жаңбырдың астында көрінбейтін сияқты, иә? Енді любой жерде жылай алады, не только жаңбырдың астында. Жаңбыр жауып жатыр кетті. Қар жауып жатқан негізі. Қызбен Кездескен болатынбыз. Не айтарымды білмей тұрмын. неге? Типа, мен әзілдерін түсінеді, уже бұрындағыдай тырысқамайды, короче, любой нәрсені юмормен қабылдайды, күледі, сондай. Яғандай бір қалай айтсам екен, типа коннект дейді ғой енді, бізде өмірде живой коннект күштірек та, чем сөйлескенге қарағанда. Ал бұрын, наоборот, сөйлескен күштірек тұғын. Бірақ живой онша не істемейтін тұғымыз, сөйлеспейтін тұғымыз негізінде. Ал қазір наоборот болып тұр сол. Енді сезім болса болған шығар, бірақ ол нәрсенің барлығы мен ойымша бір андай бір тұман болған сияқты да. Көктемде күннің сәулесі шыққан кезде жоқ болып кететін ше. Сондай сияқты бір өткінші нәрсе болды ма? Екеумізде де мүмкін болған шығар. Байланыс болды, бауыр басты. Типа Заринаның үмітін ақтай алмайын ба деп қорқамын, короче. И мен последнее время типа өзім бір-екі видеолар түсірдік. И ол типа Зарина осындай видео түсірейік деген кезде мен давай дедім да, мысалы. Негізі мен ондай видео қатты түсіргім келмейді, мысалы. Бірақ мен тоже соған қарай типа көңілін қалдырғым да келмейді, бір жағынан мен ондай нәрсе түсіргім де келмейді, бірақ түсіріп жатырық та, короче, сондай нәрсені. Сосын мен өзімді ойлаймын да, типа как будто мен подстраивать ете бастадым да. Сіз Заринамен мен жүректе білейін нәрсеге айтуға қорқамын, потому что Зарина маған айтты, мен если жүретін болсам, мен до конца бару керекпін деген сияқты. И мен түсінемін, біз де адамбыз, біз де ошибаться етеміз. И сол нәрсе мен миымда